Ассалаумағалейкум. Эфирде Тибет каналы. Өздеріңізбен доктор Шархан. Бүгінгі тақырыпта жалпы көрермендермен жұмысты жалғастыратын боламыз. Өзіміздің редакциямызға және комментарийлерге келіп түсетін көп кісілерден сұрақ жауаптар болады, және де мынау өздерінің диагноздарын айтады, және қандай көмек болатын, және қандай да бір емдері бар ма деген сұрақтарға жауап береміз. Сол кісілердің бірі, енді атын атамаймыз, ол кісіде диагнозы бар екен, рубцовый стеноз гортани дейді. Қазақша айтқанда көмейдің тарылуы дейміз, немесе көмекейдің тарылуы дейміз. Сол себепті біздер өзіміздің әріптестеріміз жалпы Алматы қаласындағы Аспендияров атындағы нөмір 2-ші ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі және де профессор Тұрлыханов мырзаға және де оның доценттері Воднев мырзалардан алған жауаптарымыз бар еді. Соны біздер енді толықтай сөзбе-сөз оқып шығайын. Жалпы өзіңізге егер түсінікті болатын болса, көмек керек болатын болса, қосымша ақпараттар керек болатын болса, комментарийға жаза берсеңіздер болады. Ал біз онда сізге сол хаттың жауабын айтып оқып берейін. Бірінші, олардың айтуы бойынша сіз диагнозыңызды дұрыс білесіз ба дейді. Ол кісі рубцовый стеноз гортани деген кезде анық қайсы дәрежесі екенін деп сұрамадыңыз ба деп бір ауыз маған айтты. Мен енді білмеймін деп, просто именно рубцовый стеноз гортани болғандықтан олар толық мәліметті барлық дәреже арқылы жеткізіп беретін болады. Сол себепті мен қазір сіздерге оқып берейін. Бұл именно көмей тарылуы, яғни рубцовый стеноз гортанидің 4 дәрежесі болады екен. 4 дәрежесі болғанда бірінші дәрежесі компенсация сатысы дейді. Бұл жерде жалпы белгілері қалай болады? Демалу мен дем шығару арасындағы үзілістің қысқаруы және де физикалық жүктемеден кейін инспираторлы ентігумен сипаттайды. Яғни одышка дейміз қазақша айтқанда, ентікпе дейміз ғой былай. Сол себепті екінші дәрежесі дейді. Толық емес компенсация сатысы болады. Дем алу үшін қатты күшті қажет ететін, тыныс шулы, алыстан естіледі, тері бозғылт болады дейді. Ол дегеніміз, тыныс алған кезде ысқыратын дауыстар шығады, ысқыратын дауыстар шығарады. Яғни демал тарылған кезде өзіңіз ішке тартып, сыртқа шығарған кезде деміңізді именно сол сыбыс шығады, ысқырып атқандай сыбыс шығады. Сол себепті соны айтып отыр бұл кісілер. Науқас мазасыз болады дейді, көзіне елестер көрінеді дейді. Мойын және кеуде клеткаларының бұлшық еттері тыныс алу актісіне қатысады. Бұғана үсті және бұғана асты аралықтың тыныс алу кезіндегі эпигастрит аймағы және де қабырға аралық араларының жиырылуы дейді. Және де судорога дейміз, былай айтқанда. Судорога деп айтамыз. Сол судорога екінші дәреже кезінде болады деп жатыр. Енді үшінші дәрежесі, үшінші степень дейміз, декомпенсация сатысы дейді. Науқастың жағдайы өте ауыр, тынысы жиі, беткей тері жымылғылары бозғылт, көкшіл түсті болып келеді. Алғашында акроциноз байқалады, содан кейін жан-жақты жайылған цианоз болады. Науқас мәжбүрлі қалыпта болады, жартылай отырады, басы шайқалған күйде көмей ең жоғарғы экскурсиясын тыныс алған және тынысты шығарғанда жасайды дейді. Тершеңдік, пульс жиі әлсіз талу дейді. Түсінікті ғой. Енді ең соңғысы 4-ші дәрежесі, 4-ші сатысы дейміз, терминалды сатысы деп атады, яғни асфиксия. Асфиксия қазақша айтқанда тұншығу деп атамыз, тұншығу. Жалпы науқаста тез шаршағыштық бәрібір болады. Тынысы беткей үздік және терісі бозғылт сұр түсті болады. Пульс жиі жіп тәрізді болады. Қарашық кеңейген, содан кейін есінен танады дейді. Еріксіз зәр шығады дейді. Дефекация және өлім дейді. Құдай сақтасын, әрине. Яғни дефекация деген бұтына жіберіп, үлкен дәретті бұтына жіберіп қою деп аталады. Яғни еріксіз зәр шығару деп атамыз. Осы 4 дәреже, осы стеноз гортани дейміз, рубцовый стеноз гортани, яғни көмейдің тарылуыны осы 3 бейнесі және де сатысы болып табылады. Егер сіз қайсы біреуіне жататын болсаңыз, әрине бұның барлығының емі бар. Мен сізге айтып өтейін, 2016 жылға дейін біздің Қазақстанда операция ота жасалмаған. 2016-да Италиядан келіп хирургтар келген болатын, мен ол кезде Ресейде болатынбыз. Сол кезде жалпы барлық хабар телеарнадан көрсеткен болатын. Сол кезде именно осы рубцовый стеноз гортаниді, яғни олар бірінші рет біздің елімізде, яғни удачный, өте күшті операция жасаған, удачный болды. Жалпы 12 жасар балағыма шамамен солай болған. Әлде қыз еді.
бала болатын шығар мүмкін. Енді сол кісілер сол кезде жасап кеткен болатын. Одан кейін білмедім мен қалай жасап жатқандарын, әлде де хаттар оқып жатырмыз. Қандай емдері бар, өздеріңіз қандай назначение бересіздер деп жаздық. Ол кісілер оған сұраққа жауап берді. Жалпы дәрілік ем қалай болады деп жазды. Мысалы, бүйтті. Емдеу әдісі бірінші кезеңде тарылудың сатысы екінші тарылудың себебін анықтау керек деп жазыпты. Көмей тарылудың, яғни стеноз гортани бірінші, екінші дәрежесінде пациентке эмоционалды және психикалық тәртіп орнатамыз, жоғарғы тыныс жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіреміз, тарылтуды азайту әдісі дейміз ғой. Мысалға, ыстық аяқ ваннасы, кеуде клеткасының және балтыр бұлшық етіне қыша қағаздар қою дейді. Бұл процедураны гиперемия және жүрек қан тамыр жетіспеушілігі жоқ науқастарға тағайындайды депті. Жартылай отыру қалпы, жылы сусындар, ылғалды оттегі ингаляциясын жасаймыз деп жазыпты. Түсінікті ғой. Енді ал егер сізде екінші немесе үшінші дәрежесі болатын болса, онда дәрілік ем бұл жерде преднизолон болады 3% ерітінді, және де хлоропирамин болады 2% ерітінді, және де димедрол 1% ерітінді. Үшінші, төртінші дәрежесінде кеңірдектің шұғыл интубациясы қажет болса, науқасты ауыстырамыз. Интубация жасалмайтын жағдайда және де өмірге қауіп төнсе, каникотомия жасаймыз депті. Енді егер Құдай сақтасын әрине, жедел госпитализация көрсететін, яғни скорый шақыратын, реанимациологты шақыратын не болса жағдай болатын болса, олар тарылудың үшінші және төртінші дәрежесінде реанимация бөліміне шақырылады. Тарылудың жеңіл дәрежесінде өршуі кезінде және дифтериялық группқа күдіктенген кезде дейді. Түсінікті ғой. Тағы бір жазған екен, негізгі дәрі-дәрмектер тізімін беріңізші деген кезде, ол кісілер жалпы 4 сатыдан тұрады деп айтты, яғни 4 критерий болады. Бірінші, ең негізгі дәрі-дәрмек тізімі ингаляцияға арналған оттегі, яғни медициналық газ деп атаймыз. Және де екінші, инъекцияға арналған сұйық, яғни преднизолон 30 миллиграммдық депті. Инъекцияға арналған сұйық диазепам 5 миллиграммдық ампула түрінде деп жазған. Инъекцияға арналған сұйық димедрол 10 миллиграммдық ампула түрінде депті. Түсінікті ғой. Қосымша дәрі-дәрмектің тізімінде жазған. Инъекцияға арналған сұйық хлоропирамин 20 миллиграммдық ампула түрінде деп жазған. Түсінікті ғой. Осы негізгі ем түрлері осы болып табылады. Енді құрметті оқырман, сіз ең басты бірдеңені білгеніңіз дұрыс, өзін емдеу болмайды. Егер сізде, мысалы, бұл именно стеноз гортани, яғни көмейдің тарылуы дейміз, бұл балалық шақтан келетқан нәрсе болып табылады. Сол себепті осы уақытқа дейін егер емделген болатын шығарсыз, енді әртүрлі бір емді қолданған шығарсыз. Бірақ сізге айтатын кеңесіміз, және де мынау осы профессорлардың кеңесі, лучше мамандарға барылып көрінгеніңіз дұрыс. Самолечениемен айналыспаңыз мүлдем, өйткені бұл жай бас ауруы, тіс ауруы емес. Құдай сақтасын, егер 3-4 дәрежеге өтіп кететін болатын болса, онда әрине жағдай күрт өзгеретін болады. Сол себепті біздің берген бүгінгі ақпаратымыз сізге кішкене болса да көмегін береді деген үміттеміз. Алдағы уақытта қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, баршаңызға айтарымыз, комментарийға қысылмай жаза беріңіздер. Және де біздің каналымызды дамытуға арналған лайктарыңызды аямаңыздар. Егер қандай да бір кісілер ауыратын болса, оларға осы видеоларды жіберсеңіздер болады. Отбасыларыңызға тыныштық, өздеріңізге денсаулық, шипасын берсін деп тілейміз.